Сәлеметсіңдер ме балалар? Қысқы демалыстың екінші сабағына да келіп жеттік. Екінші сабақтың тапсырмаларын енді орындаймыз. Енді тапсырма. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы, тапсырмаларды орында. Кітапхана деген мәтін беріліпті. Енді мен оқып берейін. Одан кейін өздерің үйде 5 рет, 10 рет қайталасаң да, оқу жылдамдықтарыңды арттыру үшін қайталап өздерің де оқыңдар. Біздің мектепте үлкен кітапхана бар. Онда қызықты кітаптар көп. Кітапханаға оқушылар көп барады. Мен де кітапханаға бардым. Райхан апай кітапханашы. Ол маған кітап берді. Осы жерде сұрақ қойылған. Мәтін не туралы айтылды? Осыған жауап береміз. Әрине, кітапхана туралы айтылды. Олай болса, осы тапсырманы жақсылап оқып, оқу жылдамдықтарыңда 1 минутта қанша сөз оқыдың астына жазып қойыңдар. Енді екінші тапсырма. Кітапханашы апайдың аты кім? Егер мәтінді түсініп оқысаң, болмаса мұғалімнің айтқанын түсініп тыңдасаң, мұқият тыңдасаң, онда бұл жердегі 3 аттың біреуін дұрыс таба аласың. Яғни кім екен кітапханашы апай? Райхан. Әрине Райхан. Дұрыс айтасыңдар. Райхан деп белгілейміз. Бұл сіздің мұқият тыңдағанымыздың арқасында адамның атын дұрыс табамыз. Жарайсыңдар. Енді келесі 4-ші тапсырманы орындаймыз. Жоғалған әріптер ойынын ойнаймыз. Мына жердегі сөздер берілген, бірақ ішінде әріптерінің кейбіреуі жоқ. Соларға өзіміз ормыл, қандай әріптер жоқ екен ортасында деп іздеп тауып, сол әріптерді қойып, дәптерге дұрыстап көшіріп жазамыз. Қанша уақытта бұны да орындадың? Уақытыңды бәрін бітіргеннен кейін, уақытты бастап қой, бастағанда уақытыңды қойып қой, сөйтіп бітіргеннен кейін қанша минутта орындағаныңды астына жазып қой. Келістік па? Бүгінге осы 2-ші күннің тапсырмасы аяқталды. Келесі сабақта 3-ші тапсырманы көреміз. Егер менің каналыма әлі де тіркелмесең, тіркеліп қоңырауды басып қой.